Жаным, амансың ба? Әкеңді қорқытып жібердің ғой. Басеке, мынауыңыз мықты полиция қызметкері ғой. Дұрыс айтасыз. Иә. Міне өзде отыр. Назар аударамыз. Тілек. Бөлімшедегі жаңа комшыны алып қояйық. Ура! Ура, қосмекенді. Жарадың, жігітім. Жарайсың, ана жаққа барайық. Қане ана жаққа. Балақайдың батып бара жатқан алыстан естідің бе? Иә. Жақсы. Мен не деп жатырмын? Сен бір жұмыртқамен туылдың. Тек ешкімге айтушы болма. Менің бір қызбен кездесуім бар еді. Қалай болатынын білмеймін. Ол қыз еркек. Ол елердің әжетханасында болды ғой. Жоқ, ол деген сендерге мойындағым кеп тұр. Мен сұмдық жол көлік апатына ұшырадым. Бір ғалым мені тауып алғанда мүшелерімді жануардыкімен ауыстырған. Мен қатты қозып кете берем. Марк, менімен негр болғандықтан дос болғың келмесе, солай айта сал. Иә. Вегетариандық асты ұнатасың ба? Жақсы көрем. Ананы қара. Жанындағы қарауыл сияқты ғой. Шынымен де ұнатады деп ойлайсың ба? Сен мені сержанттан құтқарып қалдың. Қойшы, онда тұрған ештеңе жоқ. Түкті емес. Шынымен де айтқаныңа сен алмадым. Шынымен айттым. Иә. Жануарларың қалай тұрып жатыр? Айтшы. Бәріне бірдей орын жетпей жатыр. Сондықтан кейбіреулерін үйіме орналастырдым. Ақымақ деп ойлап отырсың ба? Жоқ, қайдағы? Сен тамаша қыз сияқтысың. Өтірік. Иә, сен ғажапсың. Марвин, сен ерекшесің. Не болған